Эфир тізгіні Зейнет КЗ жобасының авторы әрі жүргізушісі әріптесім Нұрболат Жаңабекұлында. Нұрболат, Алматыда жинақтаушы зейнетақы жүйесін дамытуға қатысты жоғары деңгейдегі халықаралық дөңгелек үстел өткенін білеміз. Жиында қандай мәселелер талқыланды? Қайырлы кеш Асыл, халықаралық дөңгелек үстел шынында да жоғары деңгейде өтті десек қателеспейміз. Өйткені әлемнің жетекші сарапшылары жинақтаушы және аралас зейнетақы жүйесін дамытудың келешегіне қатысты ойларын ортаға салды, пікір алмасты. Бұл туралы толығырақ Зейнет КЗ-тің студиясында айтып бермекпін. Сонымен бұл ауқымды шара отандық және шетелдік сарапшы қаржыгерлердің басын қосты. Бастысы барлық сарапшылар Қазақстандағы жинақтаушы зейнетақы жүйесіне жоғары баға берді. Міндетті жинақтаушы және аралас зейнетақы жүйелерін дамыту келешек атты халықаралық дөңгелек үстел 28 қыркүйек күні өткізілді. Жоғары деңгейдегі жиынға әртүрлі бағыттағы әлемнің жетекші сарапшылары қатысты. Аталмыш іс-шара Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы жүйесінің 25 жылдығына орайластырылған. Дөңгелек үстелді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қор акционерлік қоғамы халықаралық әлеуметтік қамсыздандыру қауымдастығымен бірлесе отырып ұйымдастырған. Бұл біз үшін де үлкен мәртебе, себебі ғасырға жуық тарихы бар қауымдастық әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы мемлекеттік органдарды, ұйымдар мен ведомстволарды біріктірген жетекші халықаралық ұйым. Бүгінде құрылымның 160 елде 320-дан астам филиалы бар. Енді жиынның өзіне тоқталсақ, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қор акционерлік қоғамының төрағасы Жанат Құрманов шараға қатысушыларға құттықтау сөзін жеткізіп, Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы жүйесі ағымдағы жағдайы мен даму келешегіне қатысты баяндама жасады. Пікірінше, қазір әлемде 65 жастан асқан адамдардың саны көбейген, демек, халықты еңбек қызмет аяқталғаннан кейін қамтамасыз ету мәселесі өзекті болып отыр. Келелі кеңес 4 панельдік сессиядан тұрды. Сәйкесінше әр бөлігі әртүрлі тақырыптарды қамтыды. Мәселен, бірінші сессия халықтың қартаюы және зейнетақы реформасы тақырыбына арналды. Ал қалған сессияларға қандай тақырыптар арқау болғаны жайлы менің цифрлық көмекшім Теңгетай айтып береді. Теңгетай. Рахмет, Нұрболат. Жиынның екінші бөлігінде сарапшылар халықты қамту және хабардар ету мәселесіне жан-жақты тоқталып, ойларын ортаға салды. Панельдік сессияның үшінші бөлімі инвестициялық стратегиялар, тәуекелдерді басқару және қадағалауды реттеу тақырыбына арналды. Сессия шеңберінде тәуекелдерді басқару бойынша жаһандық зерттеу, зейнетақы қорларының қызметін реттеу сияқты өзекті мәселелер талқыланды. Ал төртінші сессиядағы әңгіме әлеуметтік және зейнетақымен қамсыздандыру жүйелерінің болашағы, даму келешегі мен негізгі драйверлері тақырыбында өрбіді. Жалпы әрбір сессия қазіргі заманның ең өзекті мәселелеріне арналады деуімізге толықтай негіз бар. Мысалы, әлеуметтік қамсыздандыру мекемелеріндегі тұтынушыларға бағытталған дизайн және икемді әдіснамалар, зейнетақы жоспарларын басқаруды цифрландыру, жасанды интеллект, зейнетақыны жоспарлауда қаржылық робот кеңесші технологиясын қолдану секілді маңызды мәселенің бәрі қамтылып отыр. Рахмет, Теңгетай. Ал халықаралық әлеуметтік қамсыздандыру қауымдастығының президенті Мұхаммед Азман отандық жинақтаушы зейнетақы жүйесін жоғары бағалап, жеткен жетістіктеріне тоқталды. I'm very honored to be here as president of ISA and I believe that Қазір зейнетақымен қамсыздандыру ісіне ақпаратты өңдеу үшін жасанды интеллекті қолдану мен цифрландыру процесі қарқынды жүріп жатыр. Бұл реформаларды жалғастыру үшін өте қажет. Ал Қазақстан зейнетақымен қамсыздандыру саласында үлкен жетістіктерге жетіп отыр. Біз қазақстандық зейнетақы жүйесі аймаққа ғана емес, әлем елдеріне де үлгі бола алады деп санаймыз. And I'm very happy to see the progress. Рахмет, Мұхаммед мырза. Ал бүгінгі халықаралық жиынның маңыздылығы туралы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамның басқарушы директоры Мұрат Шәріповтен сұраған едік. Мұрат мырза, сөз сізде. Жиналыста жергілікті сарапшылар, қаржыгерлермен және шетелдік сарапшылармен бірігіп талқыланатын болады. Бұның нәтижесінде Қазақстанның зейнетақы жүйесінің ары қарай дамуына үлкен үлесін, өз серпінін береді деген ойдамыз. Сондықтан біздің әр азаматқа болашақта, әр адамға болашақ зейнетақысы маңызды екенін түсіне білуіміз керек. Сондықтан бұл өте күрделі және маңызды мәселелер бүгінгі жиында қарастырылып жатыр. Ең маңыздысы бұндай шара Қазақстан Республикасында бірінші рет ұйымдастырылып отыр.
бұл шара зейнетақы жүйесінің 25 жылдығына арналған. Осы бүгінгі кездесудің қорытындысы бойынша көптеген шешімдер қабылданып, ары қарай біздің зейнетақы жүйесін дамытуға күш саламыз, және өзінің ықпалын тигізеді деген ойдамыз. Рахмет, Мұрат мырза. Міне осылайша жоғары деңгейдегі халықаралық дөңгелек үстел зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы маңызды оқиғалар тізбегін толықтырып отыр. Ауқымды шара отандық және шетелдік сарапшылар үшін пікір алмасатын алаңға айналды. Өзара тәжірибемен бөлісуге мүмкіндік берді. Енді соның негізінде жинақтаушы және аралас зейнетақы жүйелерін дамытуға тың жол ашылмақ. Ал біз сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Аман, сау болыңыздар.